Мен бүгін сіздерге нан салма істеп көрсетемін. Оған керегі ет, сосын оның екі түрлісі. Біреуі бірінші сорт, біреуі екінші сорт. Баяғыда бала кезімде шешем істейтін. Соны көрсетемін сіздерге. Бірінші етін саламыз. Енді тұз саламыз. Етімізді қойдық. Енді салманың нанын илейміз. Бұл салмаға екі түрлі ұн саламын. Міне бірінші сорты, сосын екінші сорты. Бұрын осы салманы қара ұнмен жасайтын шешем. Соған мен енді бірінші сорт пен екінші сортты қосып, сіздерге жасап жатырмын. Міне жұмыртқа қосамын. Жылы су құямыз, тұз салып, езіліп кетпеу үшін. Жылы су, ішіне тұз қосылған. Салманың неше түрлісі болады. Салмамыз кәдімгі суп қой, енді суп, былайша айтқанда. Сол салманы етпен істейді. Сосын май салма деген болады. Қара салма деген болады. Қара салмасы нені қуырып жай жасайды. Жуаменен, жуа қуырып, ол кезде картоп не дегенде жоқ. Сол жуаны қуырып жасайды. Май салма дегені сар майды салып, май салма жасайды. Сүт салма жасайды сүтпенен балаларға. Үлкен адамдарға да, балаларға да. Салманың неше түрісі болады. Сосын нан салмасы болады. Мен сіздерге мінеки нан салма істейін деп жатырмын. Нан салма дегені құр жаңа еттің сорпасына нанды кесіп салады. Картоп ештеңе салмайды. Міне нанымыз болды. Енді қазір иіғанады. Бір 15-20 минутқа қоям. Иіғанғаннан кейін бұны ысамыз. Қарынға енді ағынды қостық. Егерде қарынның өзіне істесең, ысылмайды. Сол үшін мынау бірінші сорт пен екінші сортты қосып, бұрынғыдай қылып істеп жатырмын. Қазір енді высший сортпен істей берді ғой. Қазір нан да ыспайды. Вермишель бірдеме сала-салады. Енді мен сол мынау жас кезімдегі ойыма түсіп, осыны істеп сіздерге көрсетейін деп отырмын. Істесеңіздер, істеңіздер. Үлкен кісілер болса білуге тиісті. Менімен қатар адамдар. Етіміз пісті. Енді түсіріп аламыз. Нанымыздың иі қанды. Енді бұны қысамыз. Нанымыз кішкене қаралау. Бірінші сорт пен екінші сортты қостық. Арасы шашып қалмасын, ұн себеміз арасына. Осылай бұрын үлкен қып кесетін осындай. Сондай қып кесіп жатырмын. Бұрын көргенімді кесіп жатырмын. Бұны нан салма дейді, картоп салмайды. Ештеңе салмайды, осылай кесемін. Кесіп саламын. Мен нанымызды кесіп болдық. Енді қазір салмаға саламыз. Міне наны қайнады, уже пісті. Сөндіреміз. Мінекей, қандай әдемі болды. Нан салма. Мінекей салмамыз дайын болды. Етін бәрін алдық. Мынау жуамыз. О кезде жуаны қуырмайды, осылай шикідей салады. Салмамызға осылай ыстықтай саламыз. Осылай салып, баяғы кезде бала кезімізде осылай ішетінбіз. Міне картоп жоқ,
құр нан салма дейді бұны. Ет қана болады. Осылай бәрімізге, осы балаларға осылай салып құйып береді. Осылай ішеміз. Көрейік. Тамаша. Ешқандай приправа салмайды ол кезде. Осы нан менен жуа ет қана. Осылай істеңіздер, жеңіл, әдемі. Нанды қолданысасыңдар, дәмді болады өзі қолданысқаннан. Міне сорпасы да қою болады. Қолданысқан салманың наны не қою болады. Бала кезім ойыма түсіп отыр. Ол күшті, дәмді.